Так, мына жерде бізде Браманың жасын сатып тұр, жас Браманы. Қанша деп тұрсың, Батырым? 4.000 деп тұр, сұрап тұр. Так, сен ше не сатып жүрсің? Бұны мен алдым. Бұны алып тұрсың, ой, молодец, жәнім, міне. Жап-жас балдар, біреуі алып, біреуі сатып тіршілік жасап жатыр. Қазақ айтады, олар бала боғынан дейді. Міне кәсіпкеріне Құдай бұйыртса, осындай балаларда болашақ үлкен-үлкен тауық фирмасының бастықтары, директорлері шығады, Алла бұйыртса. Берекетін берсін, Батырым. Міне тіршілік жасап жүр. Мен баламын ғой деп жатқан жоқ. Мен 7-ші күн Мавзарға келмеген кезде ішім көріп отырамын сізді. Ой, жәнісі, молодец, дұрыс. Сізге де подписан ғой ше. Молодец. Міне осындай тіршілік жасап жатыр балаларымыз. Құдайға шүкір. Біреуін сатып жатырмын дейді, біреуін сатып алдым дейді. Болсын ғой, болсын. Біреулердің балалары үйде тек телефон шұқылап отыр, ештеңе білмейді. Біреулердің балалары әйтеуір тиыннан теңге құрап тіршілігін жасап жатыр. Міне осындай тіршілік деген. Қыж-қыж айнап жатқан тіршілік. Енді мен аяқ жағында кетіп қалдым. Әйтпесе базар аяғы, сонда да адамдар алып жатыр келіп. Көп алынып жатқан балапандар. Балапандардың жаңа туғандарының бағасы, жаңа айтып өттік, 500, үлгесіп қалғандары 700. Біреудің қалтасын тексере салайық. Ассалаумағалейкум, әйке, қалай жүрсіз, жақсы ма? Мал қайда? Сатылды ма? Машалла, Алла берекетін берсін. Сатып жіберіп, жігіттер қуанып, тиындарын қалтасына салып, санап, мәз болып жүр. Мал деген тұрғанымен берекет қой. Просто асырай білу керек, сата білу керек деген сияқты ғой. Сол.